Бүгін біз тармақталған айнымалы тоқ тізбегін есептеуді қарастырамыз. Алдымызда мынандай схема беріледі. Барлығымызда вариант бойынша схемамыз осындай түрде болады. Екі параллель тармақ және бір кірісте бір тармақ болады. Осы берілген мәліметтерді жазып аламыз. Бізге анықтау керек. Мына жерде пункттармен көрсетіліп тұр, нені анықтау керек екені. Бүгін сол анықтау әдістерін қарастырып шығамыз. Ең бірінші схеманы қарап өтеміз. Бұл жерде тоқтың бағыттары көрсетілмейді. Біз тоқтың бағыттарын өзіміз қоямыз. Берілген суретте әр тармақта үш кедергіде болады. Актив кедергі, реактив кедергілер, катушка мен конденсатор. Әр тармақта үш кедергіден болады. Біз берілгенде қайсы кедергілер нольға тең болып тұр, соларды схемаға салмаймыз, схемадан алып тастаймыз. Сонда бізде осындай бір ықшамдалған белгілі бір сұлба пайда болады. Оның түйіскен әрі түйіндерін А, Б деп белгілеп қоямыз. Әр тармаққа өзінің тоғының бағытын қоямыз. Бізде бұл жерде үш тармақ. Тармақ деген түйіндермен шектелген тізбектің бөлігі. Яғни мынау бірінші тармақ, мынау екінші тармақ, мынау үшінші тармақ. Тармақтың тоқтарын көрсетеміз. Тоқтарға назар аударсақ, олар үлкен әріппен басында нүкте. Үлкен әріп басында нүкте, үлкен әріп басында нүктемен көрсетілген. Бұл дегеніміз біз мына есепті комплекстік сандармен шығарамыз. Қазір комплекстік сандармен жұмыс жасау туралы бір қарап өтеміз. Берілген мәліметтерге қарайтын болсақ, кірісте кернеу беріледі, кедергінің, актив кедергілердің мәндері беріледі, ал реактив кедергілер XL деген кедергі түрінде емес. Мысалы, конденсаторымыз микрофарад сыйымдылық түрінде, катушкамыз миллигенри жаңағы индуктивтілік түрінде көрсетіледі. Осы реактив кедергілердің мәндері арқылы біз олардың қазір кедергілерін анықтайтын боламыз. Анықтау параметрлары: бірінші, тармақтардағы тоқтың әсерлік мәндерін анықтау керек, және оны біз комплекстік түрде көрсетуіміз керек. Екінші, тармақтардағы тоқтар мен параллель бөліктегі кернеудің өзгеру заңдылығын көрсетуіміз керек. Яғни міне параллель бөліктегі кернеуді біз А мен Б түйінімен көрсеттік. УАБ деген кернеуді анықтаймыз. Ол параллель бөліктің кернеуі болып табылады. Соның өзгеру заңдылығын және әр тармақтағы тоқтардың өзгеру заңдылығын анықтауымыз тиіс. Үшінші, қуат балансын құру. Төртінші, векторлық диаграмма құру. Енді біз ең бірінші реактив кедергілерді анықтап аламыз. Схемада қанша реактив кедергі бар? Индуктивтілікпен, сыйымдылықпен көрсетілген. Солардың кедергілерін анықтаймыз. Ол үшін біз формуланы жазып аламыз. Реактив кедергіні X деп көрсетеміз. Индекстары ол катушка ма, конденсатор ма, соны белгілейді. X, S1. Мысалы, бізде схемада S1 деген конденсатор бар. X, S1 ол бір бөлінген омега S1. Омега дегеніміз ол 2πf. Немізере жаз қоятын болсақ, омега деген 2πf. 2 деген 2 көбейтілген 3,114 көбейтілген 50 Гц. Сонда 314 шығады. С деген 400 көбейту 6 дәрежесін ескереміз. Себебі сыйымдылық микрофарадпен көрсетілген, оны фарадқа түрлендіреміз. Сонда бізде С1 7,96 Ом шығады. Катушканыкін анықтаймыз кедергісін. Оны XL2 деп белгілейміз. Оның формуласы омега көбейтілген L2. Омегамыз 314 көбейтеміз индуктивтілік. L2-нің индуктивтілігі берілгені бойынша 31-ге тең. Оны көбейтеміз, оның -3 дәрежесі. Ол миллигенри болғандықтан, оны диагенриге айландырамыз. Милли, оның -3 дәрежесі. Осыдан 9,73 шығады. Дәл осылай схемада қандай реактив кедергілер бар, солардың мәндерін анықтап қоямыз. Енді бізге бағана біз есептің шарты бойынша барлық параметрларды комплекстік сандармен есептейміз дедік. Сол себептен мына тұрған кедергілерімізді, актив кедергіні барлығын біз комплекстік санмен көрсетеміз. Негізгі кедергілердің комплекстік санмен көрсету формуласы міне алдарыңда тұр. Ол Z тең болады R қосылған G X L минус X. Бұл комплекстік түрде көрсетілген кедергінің мәні. Яғни формуласы. Осыған біз қазір әр тармақтағы кедергілерді қойып шығамыз. Сонда бізде барлығы 3 тармақ бар, яғни 3 кедергі болады.
толық кедергі болады. Толық кедергінің құрамында осы актив реактив кедергілерді енгіземіз. Бірінші тармақтың кедергісін Z1 деп көрсетеміз, екінші тармақ Z2, үшінші тармақ Z3. Бірінші тармақта қандай кедергі бар схемадан қарап аламыз. Бізде ол жерде актив кедергі мен конденсатор ғана бар. Яғни мына R-дің орнына R1 деп жазамыз. XL бірінші тармақта катушка жоқ, ол 0 болады. Бірінші тармақта конденсатор бар. XS1 деген соны қоямыз. Мына 0 бізде жазылмайды. Мына алдындағы минусымыз мына G-дің алдына шығады. Сонда минус GXS1 болады. Сан мәндерін орнына қоямыз. Бізде R1 берілгенде 8 Ом жазамыз, минус G жаңа ғана мына жерде тапқанбыз 7,96, соны біз XS1-дің орнына қоямыз. Сонда Z1 комплекстік түрде 8 минус G 7,96 шығады. Бұл арғарай ықшамдалмайды. Комплекстік сан осы түрде қалады. Оның бізде нақты және жорамал бөлігі болады. Нақты бөлікті біз актив кедергі екенін білеміз, жорамал бөлікте реактив кедергі екенін білуіміз керек. Яғни солай бізде жіктеледі кедергілеріміз. Z2-де бізде актив кедергі жоқ. Онда бір катушка мен бір конденсатор ғана бар. Сол себептен актив кедергіні 0 дейміз. Катушканың кедергісі 9,73, конденсатордың кедергісі 16. Міне біз мына жерде тапқанбыз. Сонда мына екеуін бір-бірімен ықшамдаймыз. Сонда минус таңбалы 6,27 деген жорамал бөлік қана болады Z2-де. Z3-те актив кедергі мен катушка бар. Осылардың сан мәндерін орнына қойғанда бізде мынандай комплекстік шама шығады. Осылай біз Z-тарды тауып алғаннан кейін схемамызды түрлендіреміз. Яғни схемада біз актив кедергі, реактив кедергі деп бағана берілгенде жеке-жеке көрсетілген, ал оны енді біз Z-пен алмастырамыз. Яғни бірінші тармақта Z1, екінші тармақты кедергісін Z2, үшінші тармақтықын Z3 деп көрсетеміз. Мынау кірістегі кернеу. Кедергілерді тауып болғаннан кейін біз тармақтың тоқтарын анықтай бастаймыз. Міне бізде белгісіз тоқтар I1, I2, I3. Схемамызда I1 мына Z1-дің кедергісінің қасында болады, I2 Z2-ның кедергісінің қасында болады, I3 сәйкесінше Z3-дің тоғы болып табылады. Осы мәндерді табуымыз керек. Енді осы жерде біз схемамызға қараймыз. Егер бізде схемамыз тұйықталған контур болмаса, тұйықталған деген мына екеуі тұйықталып тұрса, тұйықталған контур болмай, кірісі бар, міне кернеу берілген, және біз мына жерден нақты кедергілеріміздің қалай жалғанғанын егер біліп отырған болсақ, онда бұндай схемада біз тікелей Ом заңы мен тоқтардың мәнін таба аламыз. Мысалы, мына тұрған схемада кірісі міне тұр біздің, яғни кірістегі тармағымыздың тоғы бүкіл тізбектің жалпы тоғы болады. Яғни қорек көзінен міне тоқ пайда болды I1 деген, ол мына А түйініне келді. А түйініне келеді, бір бөлігі Z2-ның боймен жүретін, мына екінші тармақтың бір бөлігі үшінші тармаққа кетеді. Соңғы мына Б түйініне келгенде ол қайтадан қосылады да, екі тоғымыз қайтадан шығысқа кетеді. Яғни мына кірістегі тоқ пен мына шығыстағы тоқтың мәндері бірдей болады. Кірістегі тоғымыз I1, ол жалпы тоқ деп аталады. Яғни жалпы тоқты табу үшін біз тізбектің жалпы кедергісін анықтап, тізбектің кірісіндегі кернеуін білетін болсақ, мына I1-ді таба аламыз. Сонда I1-ді табу үшін кірістегі кернеуді бөлеміз Z жалпыға. Енді Z жалпы деген бүкіл тізбектің жалпы кедергісі. Оны анықтау үшін біз схемада кедергілеріміз қалай жалғанған ретін білуіміз керек. Схемада кедергілерді ықшамдау үшін біз соңынан бастаймыз. Мына тұрған схемада, мына тұрған қысқаштары бар жақ басы деп аталады схеманың, ал соңы логикалық тұрғыдан соңы мына Z3 жақ болып табылады. Яғни соңынан бастап біз ықшамдай бастаймыз. Бұнда Z2 мен Z3 кедергі өзара параллель жалғанған, параллель жалғап аламыз. Одан шыққан кедергіні Z1-ге тізбектей жалғаймыз. Сонда бізде үш кедергіні өзара ықшамдағанда Z жалпы шығады. Міне мен формуласын жерге жазып қойдық. Яғни мына мүнері параллель жалғанған тұс Z2 мен Z3-дің, соған біз кірістегі Z1-ді тізбектей жалғанда бізде Z жалпы пайда болады. Енді мына жерге сан мәндерін қоямыз, мына жерде тұрған, содан кейін арғарай тоғымыздың мәнін анықтаймыз.
міне мына жаңағы жазған z жалпы. Алымында міне бағанағы тапқан z-тарымыздың сан мәндерін қойдық. Мынау кірістегі z1 ықшамдаймыз. Комплекстік сандармен жұмыс жасауды осы электротехникасын оқып отырған студенттер болатын болса, олар математика курсында өткен, математика 1, математика 2-де өтілген. Сол себептен комплекс сандарды көбейту бөлуге біз уақыт алмаймыз, тоқталмаймыз. Оны ықшамдау үшін бізде көптеген осындай комплекс сандармен жұмыс жасайтын онлайн калькуляторлар бар. Олар жылдамдатып шығарып береді. Немесе инженерный калькуляторлар болады бізде. Мысалы, мына сияқты инженерный калькулятормен тоже осы комплекс сандарды есептеуге мүмкіндік бар. Бұл жерде біз, егер мысалы кейбір студенттер болады, мына жерде мына жақшаны ашып, мына g-лардың квадраты -1-ді береді деген сияқты ықшамдап есептеп отырады. Бұндай жағдайда өте ұзақ уақыт алады. Сол себептен бір ыңғайлы, түсінікті бір онлайн калькулятормен шығару тиімді болып табылады. Мына комплекстік сандарды бір-біріне бөліп қосқан кезде мынандай бір комплекстік шама шықты. Бұл z-тің мәнін береді. Енді осы жалпы z-ті мен Ом заңы I1-ді анықтап отырмын. I1 тең болады U бөлінген z жалпы болған. Кірістегі U-ды қоям 380, оны бөлем жаңағы z жалпыға. Сонда менде осындай комплекстік сан шығады. Тоже I-дің мәні тоже комплекстік шама болу керек. Енді мен I1 мен кірістегі кернеулердің шамалары арқылы қалған I2, I3-ті табуым керек. Ол үшін мына тұрған схемаға назар аударамын. Мына жерде қарайтын болсақ, I1 дегеніміз I2 мен I3-тің қосындысы. Міне ол Кирхофтың бірінші заңы бойынша. Енді осы жерден мен қазір бұл тоқтардың мәнін әзірге білмеймін. Мен қазір кез келген бір тоғын тауып алатын болсам, менде I1 бар, I2-ні тауып алсам, I3-ті оңай табуға болады. Келесі біздің орындайтын амалымыз ол I2-ні анықтау. I2-ні анықтау үшін ол қайда тұрғанын бірінші тауып аламыз. Схемада I2 мына екінші тармақта тұр. Оның мен тоғын анықтау үшін оның кернеуін білуім керек және кедергісін білуім керек. Кедергі Z2-ні білемін, кернеу UAV аралығындағы кернеуді білмеймін. Енді формулаға қоямыз. I2 деген UAV бөлінген Z2. Менің мақсатым келесі UAV-ны анықтау. Оны анықтау үшін мына тұрған схемаға тағы да келеміз. UAV деген мына тұрған AV түйіннің арасындағы кернеу. Осы кернеуге мен Z1-дің кернеуін қосатын болсам, менде кірістегі кернеу пайда болады. Бұл Кирхофтың екінші заңы бойынша. Яғни UAV қосылған U1 ол кірістегі U-ға тең. Яғни мына AV арасындағы кернеу мен мына Z1 өзара тізбекте жалғанып тұр. Мына AB-ның арасындағы жалпы кедергімен, мына екеуін егер мен параллель қазір жалғап салсам, сонда пайда болған кедергімен Z1 өзара тізбекте жалғанған. Егер схемада кедергілер тізбекте жалғанса, онда кірістегі кернеу табу үшін осы тізбекте жалғанған кедергілердің кернеуін бір-біріне қосуым керек. Сонда міне мен UAV мен U1-ді қосып отырмын, сонда кірістегі U шығады. Осы жерде мен UAV-ны тауып алам. UAV тең болады U-дан алып тастаймын U1-ді өрнектеп. Енді U-дің мәні берілгенде бар. U1-ді ашып жазам. U1 дегеніміз Ом заңы бойынша I1 көбейтілген Z1. Міне тұр, I1 көбейту Z1. I1-дің мәнін біз бағана тауып алғамыз. Мында бар. Z1-дің мәні тоже бар. Значит, мына екі шаманы мен білем, бір-біріне көбейтем, кірістегі кернеуді білем. Соның арқасында UAV-ны тауып алам. Міне. UAV тең болады. 380-нен алып тастаймын I1-дің Z1-ге көбейтіндісін. Сонда тоже комплекстік шамалар. Сонда менде мынандай комплекстік шама шығады. Мұнда сұрақ туындауы мүмкін. Кірістегі 380 вольтты комплекстік шама ма, әлде жай ғана сан ба деген. Бұл да бізде комплекстік сан 380. Тек бұнда нақты бөлігі бар, жорамал бөлігі жоқ. Сондықтан ешқандай 380 қосылған G деген шамасы жоқ, ол берілгенде жоқ. Берілгенде нақты бөлік қана көрсетілген. Сол себептен нақты бөлігін қана ол жерде жазып отырамыз. UAV-ны тауып алдық. Енді I2-ні мына тұрған формулаға қоям. I2 тең болады UAV бөлінген Z2.
уабыны зетекке бөлгенде мынандай комплекстік тоқтың мәні шығады. Енді ары қарай мен немесе i1 тең болады i2 қосылған i3 деген жерден i3-ті өрнектеп алып шығып таба аламын. i1 мен i2-ні өзара алып, немесе i3-ті тура жаңағы уабы бөлінген z3 деп жаза аламын ом заңымен. Мұнда мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Неге i2 мен i3-ті анықтағанда екеуінде де уабы деген кернеуді алдық деген? Себебі i2 мен i3 кедергілері өзара параллель жалғанған. Параллель жалғанған бөліктегі кернеулер өзара тең болады ереже бойынша. Сол себептен мына уабы мына екінші тармаққа да жарай береді, и үшінші тармаққа да жарайды. Яғни екеуіне де ортақ кернеу болып табылады. Сол себептен мен оны i3-ті тапқан кезде де қолдана аламын. Сонда уабы бар, оны бөлім z3-ке, сонда i3-тің мәні шығады. Бұл бізде бірінші тапсырма орындалды. Енді екінші тапсырманы орындаймыз. Екінші тапсырмада біз осы әр тармақтағы тоқтардың өзгеру заңдылықтарын жазуымыз керек. Әр тармақтағы тоқтың өзгеру заңдылығын жазу үшін мен бірінші сол тоқты жазып алам. Өзім анықтаған мән. Мысалы i1 менде тең болған 14,1 қосылған G12 деген комплексік шамаға. Маған тоқтың өзгеру заңдылығын жазу үшін мына естерімізде болса, біз комплексік сандардың әр түрі болады. Оның тригонометриялық түрі болады, алгебралық түрі болады, және осындай көрсеткіштік түрі болады. Яғни, мысалы А қосылған G деген бір комплексік сан болса, оны мен көрсеткіштік түрге келтіруім керек болады. Яғни, көрсеткіштік түр мысалы былай жасақ, ол С Е-нің G бір фи градус дәрежесі. Мына А қосылған G-ны мен мынандай көрсеткіштік түрге келтіруім керек. Оны келтіру үшін былай істейміз. Мына С-ны табуымыз керек. Мына С-ның орнына не қоямыз? Ол дегеніміз А квадрат қосылған Б квадрат, мына тұрған А-ның квадрат қосылған Б-ның квадрат түбірасын алып шығамыз. Сондағы шыққан мән С-ны береді. Мына тұрған мән, мына тұрған С. Е-нің G дәрежесі деймізді. Мына жорамал бөлігін арктангенс жорамал бөлігі бөлінген нақты бөлік. Бұның бәрін біз математика курсынан қарастырғамыз. Яғни мына фиді табуымыз керек. Фиға не қоямыз? Фи дегеніміз арктангенс Б бөлінген А. Сонда бұны жазып отырған себебім біз тоғымыз алгебралық түрде тұр. Мына тұрған 14-11 деген ол А деген сөз, 12 деген Б деген сөз. Мен оны мынандай түрге келтіріп алуым керек көрсеткіштік. 18-52 деген мен мына мысалда мысалы С деген сөз, мына 40-36 деген фи. Бұл қалай, бұндай шаманы қайдан алдым? Яғни 14,1-дің квадратына қостым 12-нің квадратын, түбірасынан шығардым. Пифагор теоремасы бойынша мына екеуі бізде катет гипотенузасын таптым. Сонда менде 18,52 шықты. Бұл деген мынандай үшбұрыштан келген нәрсе ғой. Бізде Пифагор теоремасында тікбұрышты үшбұрышты қарастырамыз. Мына тік жатқан катетіміз 12 болды. Мына тұрған 12. Мына көлденең жатқан катетіміз 14,11 болды. Мен гипотенузаны табуым керек. Гипотенузаны тапқанда 12-нің квадратына 14,11-ді қостым. Сонда 18,52 шықты. Не тұр ол? Енді маған мына тұрған фи бұрышын табу керек. Фи бұрышын табу үшін мен қарама қарсы жатқан катетті іргелес жатқан катетқа бөліп арктангенсін тапсам, мына тұрған фи бұрыш шығады. Сонда 12-ні бөлем, 12-ні жорамал бөлікті бөлем нақты бөлікке, арктангенсін табам, сонда 40,36 шығады. Яғни мен мына тұрған комплексік санның алгебралық түрінен көрсеткіштік түрге айландырдым. Тоқтардың бәрін көрсеткіштік түрге айландырып аламыз, содан кейін барып тоқтың өзгеру заңдылығын жаза аламыз. Тоқтың өзгеру заңдылығын жазу үшін мен оның бірінші формуласын білуім керек. Оны қайда барып қоям? Яғни вообще формуласы былай болады: өзгеру заңдылық. Немесе оны жай кішкентай и деп көрсете саламыз, немесе қасына и атты деген функцияны көрсетіп қоямыз. Сонда и атты тең болады, вообще нақты формасы им синус омега т плюс фи болады.
Енді осы жерде мен білмейтін шама ИМ не екен, омега не екен білмеймін, фидің не екен, сан мәндерін қоюым керек осы жерге. ИМді табу үшін мен берілген иді көбейтем түбір асты 2-ге. Сонда мен анықтаған иімді. Мысалы, I1-ді жазған кезде мен IM-ді табуым керек. IM деген иді көбейтем түбір асты 2-ге. Енді осы жерде сұрақ туындайды. I бізде 2 түрлі формада жазылған. Алгебралық форма, көрсеткіштік форма. Сонда мына идің орнына нені қоямын? 14,11-ді қоям ба, 12-ні қоям ба, әлде 18,52-ні қоям ба? Тұрған идің орнына. Бұл идің орнына біз көрсеткіштік түрдегі мына коэффициентті қоямыз. Яғни мына тұрған иге біз 18,52-ні қоямыз. Сонда мен жазып қойдым. I1-де 18,52-ні көбейтем түбір асты 2-ге, сонда менде амплитуда шығады. IM амплитудалық шама синус деймін. Омега дегеніміз бағана жазғамыз 2πf жиілікке көбейтілген, ол 314 болады. Оған қосам фи бұрышы керек. Фи бұрышы мына дәрежедегі 40,36, ол фи бұрышы болады. Осымен жауап шығып қойды. Бұны ары қарай шығармаймыз. Мына тоқтың өзгеру заңдылығы. Бұл I1 үшін. Біз енді I2, I3 үшін анықтаймыз. Сонымен қатар UAB үшін анықтаймыз. UAB үшін анықтау тоже самое. Оның UAB-ның формуласы былай болады тоже. УМ-АБ синус омега Т қосылған фи. Енді мен УАБ немнеге тең екенін жазып алуым керек. Бағына біз тапқамыз УАБ-ны. УАБ бізде міне жерде тұр, міне тұр. Яғни ол бізде 172,45 қосылған G 17,17. Бұл алгебралық тұр. Алгебралықтан мына сияқты көрсеткішке айландыруымыз керек. Яғни 172,45-ті квадраттаймын. Оған қосам 17,17-ні квадраттаймын. Шыққан мәнді мына жерге жазам. Сонген енің G дәрежесі деймін да. 17,17-ні бөлем 172,45-ке, оның арктангенсін табамда, мына жерге жазам. Сонда менде мына УАБ-ның көрсеткіштік түрі пайда болады. Мына жердегі тұрған санымыз, ол бізде, мысалы, вольтметрді қоятын болсақ, вольтметр бізде мына тұрған коэффициентті көрсетеді мына жерде, яғни кернеудің әсерлік мәнін береді. УМАБ-ны тапқан кезде мына жерде тұрған коэффициентті көбейтеміз түбір асты 2-ге. Сонда бізде амплитудалық шама шығады. Синусты қалдырамыз, омеганың орнына 314 дейміз, Т дейміз, фидің орнына мына дәрежеде қандай сан тұр, соны осы жерге әкеп қоямыз. Осылайша біз тоқ пен кернеулердің өзгеру заңдылықтарын жаза аламыз. Енді үшінші тапсырма ол қуат балансын анықтау. Қуат балансы дегеніміз қанша энергия өндірілсе схемада, яғни сұлбада қанша энергия берілсе, сонша энергия тұтынылу керек. Яғни біз өндіруші мен тұтынушының қуаттарын табамыз. Сонген оларды бір-бірімен салыстырамыз. Сол кезде бізде жауабымыз өзара сәйкес келу керек. Енді қарайық. Біз ең бірінші өндірушінің қуатын анықтаймыз. Өндірушінің қуаты міне тұр, S өндіруші. Ол кірістегі кернеуді көбейтеміз тоқтың түйіндес мәніне. Оның өлшем бірлігі өндіруші қуаттың вольт, ампер, ВА деп өлшенеді. Енді бұнда удың басында нүкте тұр. Бұл жай ғана кірістегі кернеу. Көбейтеміз I1 басында жұлдызша тұр. Жұлдызша дегеніміз ол мына бірінші тоқтың, бүкіл тізбектің жалпы тоғының түйіндес мәні. Түйіндес мәнді қайдан аламыз? Түйіндес мән дегеніміз ең бірінші біз ана берілгенде бағанағы анықтаған I1-ді көшіріп әкеп аламыз. Ол бізде 14,11 қосылған G 12 болған. Міне мынау бізде бағанағы анықтаған, мынау көрінбей тұр. Мынау бізде бағана анықтаған I1 тоғының мәні. Ал оның түйіндесі алдындағы мынер тұрған жорамал бөліктің алдындағы таңбаны өзгерту. Яғни міне I1-дің түйіндесі міне жазылып тұр. Екеуінің айырмашылығы неде? G-дің алды өзгерді.
жорамал бөліктің алдын біз өзгертіп жіберсек таңбасын түйіндесімен аламыз. Яғни өндірушінің қуатын тапқан кезде формулада біз нақты тоқтың мәнін алмаймыз, оның түйіндесін жазамыз мына жерге. Енді сан мәнін орнына қойық. S өндіруші 380 көбейтілген 14,1 минус 12. Плюсті минусқа айландырып түйіндесін алып алдық. Енді жақшаны ашып бәрін жазамыз, көбейтеміз. Сонда бізде 5361 минус G 4560 деген қорек көзінің қуаты пайда болды. Бұл қорек көзінің қуаты бізде екі түрлі міне шамадан тұрады. Біреуі нақты бөлік, біреуі жорамал бөлік. Нақты бөлік актив қуаттың көрсеткіші. Яғни мынау P деген сөз. Жорамал бөлік реактив қуаттың көрсеткіші Q деген сөз. Айнымалы тоқ тізбегінде бізде актив, реактив деген кедергілер бар. Актив кедергі R, реактив кедергі катушка конденсатор. Осыған байланысты оның қуаттары да актив және реактив қуат болады. Актив қуат ол актив кедергінің қуаттары, реактив қуат сәйкесінше катушка мен конденсатордың қуаттары. Реактив кедергінің қуатын Q деп көрсетеді. Q-дің өлшем бірлігі var. Var деген ол вольт, ампер, реактив деген сөз. Ал актив кедергінің өлшем бірлігі ватт. Енді біз өндірушінікін тауып алдық. Енді тұтынушылардың схеманың тұтынушыларының қуаттарын табамыз. Ол сумма P и сумма Q. P деген схемада қанша актив кедергі бар, солардың қуаттарын тауып бір-біріне қосып шығамыз. Оның формуласы I квадрат көбейту R. Ол тең болады I1 квадрат көбейту R1 қосылған I3 квадрат көбейту R3. Яғни менде схемада R1, R3 деген екі ғана актив кедергі бар. Соларды сәйкесінше өзінің тоғына көбейтіп шығамыз. Енді мұнда сұрақ туындайды. Мысалы I1 квадрат көбейту R1 деп тұр. I1-дің мәні міне тұр. 14,11 қосылған G12. Яғни мына жерге 14,11 қосылған G12-ні полностью алып кеп қоямын ба деген сұрақ туындайды. Олай болмайды. Қарайтын болсақ, I-дің басында нүкте жоқ. Егер нүкте болмаса, онда комплекс санды қолданбаймыз. Онда әсерлік мәнін аламыз. Тоқтың әсерлік мәні керек. Әсерлік мән деген, егер сол тармаққа амперметрді қоятын болсақ, амперметр көрсететін мән. Ол мәнді қайдан аламыз? Мынау бізде комплекстік шамадан қазір әсерлік мән тауып алуымыз керек. Ол бағанағы сияқты тура. Пифагор теоремасы бойынша 14,11-дің квадраты қосылған 12-нің квадраты түбірасынан алып шығамыз. Сонда бізде тоқтың әсерлік мәні шығады. Сол шыққан мәнді мына жерге келіп қойып квадраттаймыз. I3-те то же самое. Сол I3-тің алгебралық көрсеткіштен нақты жорамал бөліктерін квадраттап түбірасынан шығарып аламыз, біріне қосқаннан кейін. Яғни нақты мәнінің квадраты қосылған жорамал мәнінің квадраты түбірасынан шығарғанда бізде әсерлік мән шығады, соны осы жерге келіп қоямыз. Солай біз міне 18-де 52 шығады екен мына жерден, соның квадратын көбейтем 8-ге. 23-тің квадраты көбейтеміз 5388 ватт шықты. Енді қуатты табамын, реактив қуатты. Оның формуласы I квадрат көбейту X. Енді әр қайсын ашып жазам. Бірінші тармақта менде сыйымдылықта, реактивта сыйымдылық қана тұр. Сыйымдылықтың алдын әрқашан минус деп аламыз. Себебі бізде мынандай формула бар. X деген ол реактив кедергі. Оның формуласы XL минус X. Егер XL катушка болмаса тармақта X-нің өзі ғана қалса, ол минус таңбасы ескеріліп қалады. Міне, сол ғана қалды. Катушка жоқ бірінші тармақта. Сонда бірінші тармақтың тоғының квадратын көбейтем конденсатордың кедергісіне минусын ескере отырып, қосам. Екінші тармақта менде екі реактив кедергі де бар. Екеуін де ескеремін, көбейтем 2-нің квадратына. Үшінші тармақта тек катушка ғана бар. Оны көбейтем I3-тің квадратына. Тең болады. Міне сан мәндерін қойып шықтым. Еш жерде комплекстік сан жоқ. Бәрі кәдімгі нақты сандар. Мұнда конденсатордың минусын ескердім. Сонген мұна жерде шығарған кезде менде минус таңбалы минус 4403 var деген реактив қуат шықты. Реактив қуат минус болып шыға береді.
оған назар аудармаймыз. Енді қуат балансымыз нақты шықты ма, шыққан жоқ па тексереміз. Яғни бағана біз айтқанбыз, қанша энергия өндірілсе, сонша энергия тұтынылу керек. Схемада бізде өндірушіде актив қуаттан 5361 ватт қуат өндірілді. Тұтынылған қуатымыз 5388. Жуық шамамен бір-біріне жуықтайды. Бірақ та разница бар. Бұл разница бізде қателік деп аталады. Яғни біз бір жерде есеп шығарғанда тоқтың мәндерін есептегенде, возможно, өтірден кейін кей жерін дөңгелектедік, кей жерін дөңгелектеген жоқпыз сандарын, немесе тағы бір сондай расчет жасағанда қателіктер кетті. Соның салдарынан мына жерде бізде кішкене ерекшелік білініп тұр. Енді реактив қуатты қарайық. Өндірушінің реактив қуаты -4560, ал тұтынушынікі -4403. Тоже разница бар. Яғни бұл жерде бізде тоже бұндай қателіктер бізде болады. Бірақ та өте үлкен қателік болмауы тиіс. Мысалы, мына жерде -4560, мына жерде -3560 болып тұрса, онда ол бізде қуат балансы шықпай тұр деген сөз. Бұл жағдайда біз тоғымызды, кернеулерімізді басқа есептің басына барамыз да қайтадан есептеп шығамыз. Сол жерден қатеміз табамыз. Қателік көп болмау керек. Осылай қуат балансын анықтап аламыз. Енді соңғы тапсырма векторлық диаграмма. Векторлық диаграммада біз тоқ пен кернеулердің өзара байланысқан диаграммасын саламыз. Ол үшін санақ басын құрып аламыз. Санақ басында x осін плюс 1 дейміз, яғни бұл нақты бөлік комплекстік санның. Мына y осін плюс g дейміз, жорамал бөлік. Енді осы жерге ең бірінші біз тоқтардың векторлық мәндерін саламыз. Мысалы, бағана i1 бізде 14,1 қосылған g 12 болған. Яғни x осінен 14,1-ді өлшейміз. X осынан 14,1-ді өлшейміз. Мысалы, мына жер болсын. Y осынан g 12 деп тұрған 12-ні өлшейміз. Мысалы, 12 мына жерде тұрсын. Осы екі шаманы бір-біріне қосамыз. Шыққан нүктені санақ басымен қосамыз. Міне бізде вектор пайда болды. Оны i1 деп көрсетеміз. Дәл солай i2 мен i3-ті көрсетіп шығамыз. Сонда менде i1 міне тұр. i2, i3 міне тұр менде. i2 міне тұр менде i2. Векторлық диаграммада тоқтарды бәрін санақ басынан басып салып болғаннан кейін біз кернеулердің формуласын, кернеулердің векторының ұзындықтарын табуымыз керек. Оған не формула жазылып тұр. Қанша кедергі бар, сонша кернеу жазып шығамыз. UL3, мысалы, I3 көбейту XL3 деп жазамыз. Басарында нүкте жоқ. Сондықтан бұнда нақты сандарды аламыз. UR3, I3 көбейту R3. UC2, I2 көбейту XC2, UL2, I2 көбейту XL2, UC1, I1 көбейту XC1, UR1, I1 көбейту R1. Яғни қанша кедергі бар, бәрін жазып шықтым. Енді бірінші тоққа қараймын. Бірінші тоққа қарап, қазір біз Енді біз бағанағы схемамызға қараймыз. Бізде схемада былай болған. Бірінші тармақта актив кедергі тұрды, соң конденсатор тұрды. Мына жақта екінші тармақта бізде бірінші конденсатор тұрды, бірінші катушка тұрды, соң конденсатор тұрды. Үшінші тармақта бізде бірінші актив кедергі тұрды, соң кейін катушка тұрды. Мынандай схема тұрды. А мен Б түйіні. Біз схеманың соңынан бастап векторлық диаграмма құрып жатырмыз. Б түйіннен бастап құрамыз. Яғни санақ басын Б деп көрсетіп аламыз. Б түйіннен бірінші жаңағы конденсатордың кернеуін сабаламыз, соң кейін катушканың кернеуін саламыз. Б түйіннен мына катушканың кернеуін, соң мына актив кедергінің кернеуін саламыз. Сонда актив кедергінің кернеуінің векторы мен
катушканың кернеуінің векторы қазір бір нүктеде түйісіп қалу керек. Сол түйіскен нүктені қазір А деп көрсетеміз. Соны тексерейік. Енді біз бірінші конденсаторды саламыз. Конденсатор мына екінші тармақты кернеуін салу үшін біз екінші тармақтың тоғын тауып аламыз. Не тұр екінші тармақтың тоғы? Осыған екінші тармақтың кернеуін саламыз. Сонда ең бірінші бізде кернеуін салғанда бірінші конденсаторды саламыз. Бұдан кейін конденсатор тұр. Есімізге түсіреміз. Конденсатордың кернеуі катушкаға қарағанда 90 градусқа қалып отыру керек. Сонда мен қазір кернеудің векторын былай саламын. Утысыны ұзындығын масштабпен саламын. Утысы 2 деп. Енді 2 мен утысы 2-нің арасы 90 градусты құрып тұр. Енді тексеремін. Именно осы екі векторда тоқ озып жатыр ма, кернеу озып жатыр ма? Конденсаторда тоқ озып жату керек. Оны тексеру үшін осы екі вектордың арасына сағат тіліне қарсы бағыт қоям. Бағытым қарсы оған қайсы векторға келіп түйісті, сол вектор озып жатыр деген сөз. Яғни мен кернеудің утысы 2 мен И2-нің арасына сағат тіліне қарсы бағыт қойдым. Қойған бағытым тоққа келіп түйісті, яғни тоқ озып жатыр. Конденсаторда тоқ озып жату керек. Яғни мен векторымды дұрыс салдым деген сөз. Егер мен жаңа векторды мына жаққа қарай салып қойсам, онда мына жерде пайда болған вектор мен И2-ні бір-бірімен салыстырғанда қайсы озып жатқанын сағат тіліне қарсы бағыт қоям. Қойған бағытым утысыға кеп түйісуші еді. Онда кернеу озып кетуші еді. Конденсаторда кернеу озбайды, конденсаторда тоқ озады. Яғни мына жаққа салсам, ол менде қате болушы еді. Яғни мына жаққа салған дұрыс болды. Утыс 2-ні салып алдым. Осы жерде тұрамын. Келесі элементтің кернеуін салам. Ол UL2. UL2 утысы 2-ге параллель, бірақ қарама-қарсы бағытта болады. Сонда оны төмен қарай бағыттаймын. Оның ұзындығы UL2 мына жерде қандай сан шығады, соны мына вектордың ұзындығы ретінде қабылдаймын. Мында қандай сан шығады, соны масштабпен өлшеймін. Шыққан нүктені қалдыр қоям. Басқа не жоқ менде? Басқа осы тармақта элемент жоқ. И2-ге қатысты басқа салатын элемент жоқ, сондықтан қалдырам. Келесі тармақты қараймын, үшінші тармақ. Бұл түйінінен басталады ол да. Бірақ мен бұл жерде уже үшінші тармақ болғаннан кейін оның тоғы И3, И3-ге қарап салам. И3-ті тауып алам. Міне соған қарап ең бірінші катушканы салам. Катушканың кернеуі UL3. UL3-ті мына жерден тауып алам. Векторының ұзындығын. Соны енді менде екі вариант болады. И3-ге қатысты UL3-ті былайынан салам ба, әлде төмен бағыттап салам ба? Катушкада кернеу озу керек тоққа қатысты. Мен былайынан салып көрейін. Енді тексеремін. Тоқ озып жатыр ма, кернеу озып жатыр ма? Тоқтың векторы мен кернеудің векторының арасына сағат тіліне қарсы бағыт қоям. Қойған бағыт қай векторға келіп түйісті, сол вектор озып жатыр. Менде кернеудің векторына келіп түйісті, яғни UL3 озып жатыр. Катушкада кернеу озу керек. Мен дұрыс салдым бағытын. Осы жерден UL3-ті салып болдым. Келесі И3-ке қатысты салатын кернеуім R-дікі, R3-дікі, UR3. Мына жерден масштабын алып алам. Вектордың ұзындығын. Осы UL3 қай жерден тоқтады, сол жерден жалғастырып UR3-ті салам. Актив кедергінің кернеуінің векторы тоғының векторына параллель сол бағытта болады. Яғни UR3-тің тоғы И3. UR3-тің векторы И3-ке параллель бір бағытта болады. Яғни мен И3-ке параллель өстіп саламын. Сонда мына шыққан вектордың ұзындығы бағанағы UL2-нің аяқталған тұсымен дәл-медәл түйісу қалады. Сол түйіскен орын менде А вектор болады. А нүктесі міне. Мен А түйінін тауып алдым. А түйініне қатысты келесі тармақтың кернеуін салам. Бірінші тармақтың. Яғни А түйініне бірінші тармақтың тоғы И1-ді нәрі тұрған параллель көшіріп әкеліп аламын. Мынау менде санақ басы болып табылады. Осыған А түйіннен кейін менде конденсатордың кернеуі тұр. Конденсатордың кернеуін саламын. И1-ге қатысты. И1 міне менде салдым, көшіріп әкелдім. Конденсатордың кернеуі утысы 1. Векторының ұзындығын мына жерден тауып алам. И менде екі вариант болады.
мына И1-ге қатысты 90 градус кернеуді былай салам ба, әлде төмен бағыттап салам ба? Оны білу үшін мен конденсаторда тоқ озама, кернеу озама білуім керек. Конденсаторда тоқ озады. Яғни қазір мен жоғары бағыттап салсам, мен тексеремін. Жоғары бағыттап кернеудің векторын салып алдым, мысалы, И1-ді салдым. Екеуінің арасына 90 градуста сағат тіліне қарсы жаңағы бағыт қоям. Қойған бағытым қай векторға түйісті? Қойған бағытым кернеудің векторына түйісіп тұр. Конденсаторда кернеу озбайды, тоқ озады. Яғни мына жаққа бағыттап салатын болсам, ол менде қате болады. Сол себептен мен векторды И1 тоғына қатысты 90 градус төмен бағыттап салам. Сонда ол УЦ1 болады. УЦ1 мен И1-дің арасына сағат тіліне қарсы бағыт қойдым. Ол бағыт тоққа келіп түйісті. Конденсаторда тоқ озады. Яғни мен дұрыс шығардым. Енді УЦ1 қай жерден аяқталды? Сол жерден мен конденсатордан кейін актив кедергінің кернеуін салуым керек. УЦ1 аяқталған жерден УР1-дің векторын салам. УР1-дің ұзындығын мына жерден тауып аламын. Сол масштабты И1-ге параллель сол бағытта салып шығамын. У1-ді. Яғни актив кедергінің кернеуінің векторы соның бойымен жүретін тоқтың векторына параллель болу керек. И сол бір бағытта болу керек. Мына И1-ге параллель салдым. Содан кейін соңғы шыққан нүктені, басқа мына жақта элемент жоқ, барлық кедергілердің векторын салып шықтық. Соңғы шыққан нүктені санақ басымен қосам. Сонда менде кірістегі У пайда болады. Мынаны масштабпен өлшегенде берілгендегі кернеудің мәні шыға келу керек. У деген яғни кірістегі кернеудің. Осылайша біз векторлық диаграмманы аяқтаймыз.